Астанада президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезі өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ жері осы күндері түрлі мәдениеттердің сындарлы сұхбат орталығына айналғанын атап өтті. Дүние жүзінің беделді дінбасылары осы жерде бір шаңырақтың астына жиналды. Шын мәнінде бәріміздің мақсатымыз бір. Бұл өркениеттер үндестігін орнату және бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайту. Съезде көптеген салмақты ой, салиқалы пікір айтылды. Оның бәрі біздің үйлесімді әлем құру жолындағы іс-әрекетімізге оң ықпалын тигізеді деп санаймын. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының пандемиядан кейінгі кезеңдегі адамзаттың рухани және әлеуметтік дамуындағы рөлі деген тақырыптағы жалпы отырыспен басталған 50 елден 100-ден астам делегация, оның ішінде ислам, христиан, буддизм, иудаизм, индуизм, даосизм, синтоизм, джайнизм діндердің өкілдері, сондай-ақ саяси және қоғам қайраткерлері, халықаралық ұйымдар мүшелері келген. Діни форумға Рим папасы Франциск, Әл-Асқардың жоғарғы имамы Ахмет Мұхаммед Ахмет ат-Тайып, Иерусалим патриархы 3-ші Теофил, Ашкеназдың бас раввині Давид Лау, Израильдің бас сефард раввині Ицхақ Йосифтің және басқа да діни жетекшілер, сондай-ақ бір қатар халықаралық ұйымның өкілдері қатысты. Съездің ашылу салтанатында Рим папасы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа өз алғысын білдірді. Барлығымызды біріктіріп отырған Қазақстандағы съездің маңызы зор. Себебі әлемдік үлкен мәселелерді талқылауға мүмкіндік артады. Сондай-ақ пандемиядан кейінгі бүгінгі жиын барша азамат үшін керек деп білемін. Бұл шара бейбітшілікке жетелейтін бастама. Әлем халықтарының бірге бейбіт өмір сүруімізге талпындыратын жол. Қазақстанда өтіп жатқан съезд пандемиядан кейінгі адамдар рухани және ішкі күш-жігерін дамытуға ықпал ететін бірден бір шара. 7-ші съезд қарсаңында Қазақстан Республикасы парламенті сенатының спикері, әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі хатшылығының басшысы Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен съезд хатшылығының 20-ші отырысы өтті. 7-ші съезд барысында 4 секция өтті. Бірінші секция діндердің қазіргі әлемдегі рухани және моральдық құндылықтарды нығайтудағы рөлі. Екінші секция білім мен діни ағартудың діндер мен мәдениеттердің сыйластықта қатар өмір сүру және бейбітшілік пен келісімді нығайтудағы рөлі. Үшінші секция діни лидерлер мен мемлекет қайраткерлерінің жаһандық дінаралық диалог пен бейбітшілікті ілгерілетуге, экстремизмге, радикализмге және терроризмге қарсы іс-қимылға қосқан үлесі. Ал төртінші секция әйелдердің қазіргі қоғамның әл-ауқаты мен тұрақты дамуына қосқан үлесі және әйелдердің әлеуметтік мәртебесін қолдаудағы діни қауымдастықтардың рөлі. Қазақстан президенті әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезі тарихтың бетбұрыс кезеңінде өткеніне тоқталды. Пандемиядан кейін геостратегиялық жағдай ушыққан кезде жаһандық деңгейде өркениетаралық диалог пен сенімді нығайту үшін жаңа әдістер іздеу аса маңызды. Президент форумның қорытындысы бұл басты міндетті шешуге елеулі үлес қосады деп санайды. Біз бірлесе отырып, ұлттардың бірін-бірі шеттетуіне, мемлекеттердің күйреуіне және халықаралық қатынастар жүйесінің бұзылуына ықпал ететін күш көрсету саясаты мен араздық тілін дәріптеуді сынға алдық. Бүгінде діндердің бітімгерлік әлеуетін пайдаланып, ұзақ мерзімді тұрақтылыққа қол жеткізу үшін рухани көшбасшылардың күш-жігерін біріктіру бұрын-соңды болмаған маңызға ие. Барлық діннің негізінде гуманистік идеалдар, адам өмірінің жоғары құндылықтары, бейбітшілік пен жасампаздыққа ұмтылу сияқты ізгі амалдар жатады. Осы негізгі қағидаттар рухани салада ғана емес, сондай-ақ мемлекеттердің әлеуметтік экономикалық дамуы мен халықаралық саясатта да көрініс табуы қажет. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 1-ші съезі 2003 жылы Қазақстан астанасында өткен болатын. Одан кейінгі съездер әр 3 жыл сайын 2006, 2009, 2012, 2015 және 2018 жылдар өткізіліп, тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең ірі халықаралық іс-шаралардың біріне айналды. Guided by our shared desire for a just, peaceful, secure and prosperous world. 7-ші съездің тұжырымдамалық түрдегі маңызды идеялары мен ұсыныстары оның қорытынды декларациясында ұсынылған.